بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أما بعد. Бүгінгі дәрісіміз Навасибул мудари', мудари'ты насб ететін нәрселер. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالنواسب عشرة. Насып етуші нәрселер 10 деді. Негізінде насып етуші нәрселер хақиқатан төртеу негізі. Ән, лән, изән, кәй дейміз. Қалғандар насып етеді, бірақ насып еткеннің өзінде осы әнді жасыруменен ғана насып етеді дейміз. Не үшін онда 10 деп айтты десе, бұл ала мазхабул куфиин дейміз. Куфалық ғалымдардың мазхабына сүйене отыра 10 деп айтты дейміз. Немесе жаңадан бастаған шәкірттерге жеңілдік ретінде 10 деп айта салды дейміз. Фаннавасибу ашаратун, насып етушілер 10 екен. Уахия ән, біріншісі ән, уа лән, лән, жеге кіреміз қазір. Уа изән, уа кәй, жалпы кәй негізі екі түрлісі бар. Кәй ән насып дейді, насып етуші кәй бар. Ол би мағана әнді, ән мағанасымен болады. Кей кезде кәй әл-жар болып қалады, жар етуші. Ол да ләм мағанасында дейді екенбіз. Ләму кәй, немесе ләму ta'lil деп келтіреді, немесе ләмул жар деп келтіреді, бәршасы бір нәрсе екен. Ләмул жухуд деген бар. Ва хатта вал жауабу бил фаи вал вави. Фамен, ваумен болған жауап. Жалпы жауаптың басында фа және ва келеді дейміз. Жоқ кесілесіздер. Вал жауабу, жауап бил фаи фаменен. Вал вау менен. Және ау бұл жеке енді. Ау кегіз иля, немесе илля мағынасына келеді. Осылайша бұның да екі түрлі мағынасын шығарамыз. Анваун навасиби, насып етушілердің түрлері. Уақул әл-адавату, адават деген құралдар. Адаттың көше түрі құралдар. Адаваттар, құралдар. Әлләти, сондай бір құралдар. Юнсабу бa'дал адават. Осы адаваттардан кейін الفعل المضارع في المضارع نصب етілетін құралдар 10 أحرف 10 حرف. Жалпы фил мудари' насб етілетін адаваттар 10 екен. Вахия ол 10-да ала 3 aqsamin 3 түрге бөлінеді дейді. Қисмун біріншісі янсибу фил мудари'ты насб қылады би нафсихи өздігімен. Өздігімен дегеніміз еш нәрсеге мұқтаж болмастан тікелей әсер етеді. Екіншісі ва қисмун қисм янсибу фил мудари'ты насб етеді би әнмен дейміз. Бұл жерде жасырын ән бар деп айтамыз. Тікелей өздері насб еткен жоқ деп айтады екенбіз. Әнмен насб етеді мудмаратан деген мұқаддаратан мағынасында жасырын болынған ән бар, сонымен насб етеді. Бa'даху дегені осы қысымдағы әдәттардан кейін жасырын ән бар. Жасырын болуды жауазан, жайыз екен. Жайыз дегеніміз кей кезде ашық келуді мүмкін ән, кей кезде жасырын келеді дейміз. Ва қисмун янсибу би ән, одан кейінгісі фе'л мудари' насб етеді, бірақ әнмен. Ән бұл жерде мудмаратан, жасырын болынған, бa'даху олардан кейін жасырын болынған, бірақ жасырын болынуды уджубан деп айтамыз. Уджубан дегені жасырын болу міндет, еш қашан ашық келмейді деген сөз. Аммал қисмул аувал, бірінші қысымға келсек, олар сондай бір нәрселер янсибул фи'лал мудари'a фил мудари'ты насб қылады бин нафсихи өздігімен насб қылады. Олар фа арба'ату ахруфин, олар төртеу екен. Уахия олар ән, ва лән, ва изән, ва кәй. Бұл төртеуі фи'л мудари'ты тікелей насб етеді. Еш нәрсеге мұқтаж емес деп айтамыз. Әмма әнге келсек, ән бұл фа харфу мастарин, мастар харфа. Жалпы мастар харфы дегеніміз хуа وما بعده әннен кейінгі жаңа фе'л мудари' фи ta'wilil мастар жорамалдауында деп айтамыз. Фа харфу мастар деген осы. Өзі және өзінен кейінгі фе'л мудари'ға мастар мағынасын береді дегенбіз. Ва насбин, насб харфы бұл, харфу насбин, насб етеді. Ва истиқбалин, истиқбал харфы дегеніміз таж'алуху мухтассан бил истиқбал. Еді фе'л мудари' оның мағынасы не хал болуы мүмкін, немесе истиқбал болуы мүмкін. Бірақ ән кірет болса, оны истиқбал мағынасында қылады дейміз. Жалпы истиқбал деген нәрсеге хас қылады деп айтамыз. Ва мисалуха қаулуху та'ала, мысалы Алланың аяты
Atma'u an dеді міне. An yaghfira li. Негізінде Құраннан басқа жерде yaghfiru болған негізі. Фил мудори yaghfiru болған. Бірақ алдына an келді. An келуіменен an yaghfira деп сөздің соңын насып етті дейміз. Ва қаулуху жалла зикруху. Келесі аятта ва хафу an yakkulahu зибу. Негізде yakuluhu болған негізі. Бірақ an келіп сөздің соңын насып етті. Ол да an yakkula болды дейміз да. Ва қаулуху та'ала inni la yahzununi an tazhabu bihi. Негізінде тазхабуна ет негізінде. Роф кезінде. Бірақ an келіп сөздің соңын насып етті. Насып белгісі ретінде де нунның суалу дейміз да. Ва қаулуху ва ажмa'у ан ядж'алуhu. Бұл да солай. Ядж'алуна болған. Бірақ an келіп сөздің соңын насып етті. Насып белгісі ретінде нун суалды деген сияқты кете береміз. Ва амма лан. Екіншісі лан еді. Ланге келсек, бұл фахарфу нафин. Нафи харфы. Yani тияды бұл. Ва насбин. Насып етуші харф. Ва истиқбалин. Және истиқбал харф екен. Жалпы истиқбал дегеніміз жаңа айтқанымыздай ядж'алул мудари'a мухтассан бил истиқбал. Мудари'ты истиқбалға хас етіп қояды. Ва мисалуху қаулуху та'ала. Мысалы лан ну'мина лака. Негізі ну'мину еді. Бірақ лән келіп сөздің соңын насып етті да, лән ну'мина болды дейміз. Ва қаулуху лән набраха алейхи акифин. Бұл да солай. Набраха деп сөздің соңын насып етті деп кете береміз. Ва қаулуху лән таналу әл-бирра. Негізінде таналуна болған да. Білесіздер, таналуна болған. Сөздің соңында нун болған. Бірақ лән келіп насып белгісі ретінде нунды түсіп тастады деп айтамыз. Ва амма изан. Изанға келсек, ол да фахарфу жауабин. Жауап харф екен. Жалпы жауап харфы дегеніміз ла юстa'малу илля жауабан. Тек қана жауап ретінде қана қолданады деген сөз. Ва жазаин. Жаза харфы деді. Жаза харфы дегеніміз юфиду анна бa'даху жазаан. Изаннан кейінгі келген нәрсе бұл жаза болып тұр дегенді білдіреді. Ва насбин. Және насып етуші дейміз да. Бұның үш түрлі аты бар екен. Харфу жауап, немесе харфу жаза, немесе харфу насбин деген сияқты айтылса болады екен. Ва юштарату. Шарт етіледі. Ли насбил мудари'i биха дейін би изан. Изан менен фил мудари' насып етілу үшін шарт етіледі. Саласату шурутин. Үш нәрсе шарт етіледі. Осы үш нәрсе жиналатын болса, онда изаннан кейінгі фил мудари' насып болады екен. Ал-аувалу. Бірінші шарты ан такуна изан. Изан болу керек. Фи садри. Садри жалпы фи аували мағынасында. Фи аували жумлатил жауаби. Жауап жүмлесінің басында келу керек. Садр деймін, басында. Ан такуна изан. Изан болу керек. Фи садри жумлатил жауаби. Жауап жүмлесінің, жауап сөйлемінің басында келу керек. Егер басында келместен ортасына келіп қалатын болса, онда бұл насып етпей қалады дейміз да. Сәни. Екінші шарты ан якунал мудари'у. Мудари'тың болу керек. Мудари қандай мудари'? Ал-вақи'у. Орын алушы. Бa'да изан. Изаннан кейін келген, изаннан кейін келуші, орын алушы мудари'тың болу керек. Даллан. Меңзеуші болу керек. Алал истиқбали. Келер шаққа. Мудари'тың өзі екі мағынасы бар еді. Біреуі хал мағынасы, дәл қазір істеп жатыр деген сияқты. Бірі келер шақ мағынасы. Фил мудари' келер шақ мағынасында меңзеп тұратын болса, онда изан оны насып етеді дейміз. Ал хал мағынасында меңзеп тұрған болса, онда изан оны насып ете алмайды дейміз да. Осындай шарттар бар екен. Әсәрису. Үшінші шарты әлла яфсила. Бөлмеу керек. Бәйна изан. Изан менен ва байнал мудари'i. Мудари'тың арасын бөлмеу керек. Фасилун. Бөлуші нәрсе. Арасын еш нәрсе бөлместен тікелей келу керек. Изаннан кейін бірдесін фе'л мудари' келу керек. Арасын ештеңе бөлмеу керек. Гайрул қасам. Бірақ қасамнан басқа. Қасам бөлсе болады екен да. Қасам бөлсе ешқандай әсер етпейді екен. Ауин нидаи. Немесе харфу нида. Харфу нида келсе, онда ештеңе етпейді екен. Ау ла ан-нафия. Немесе нафия ләсі бар. Сол ла нафия келіп бөлетін болса ештеңе етпейді екен. Негізінде изан менен фе'л мудари'тың арасы бөлінбеу керек. Бөлінген жағдайда амал етпей қалады деп айтамыз. Бірақ осы үш нәрсенің бірі бөлетін болса амал ете береді екен. Харфу нида деген я деген сияқты. Харфу нида болса, үндеу харфтері.
مثال المستوفية جنوشة للشروط шарттардың бәрін жинаушы бір мысал. Осы жерде 3 шартты айттық. Осы 3 шарттың бәрін жинаушы бір мысал әкелмекші. ومثال المستوفية للشروط шарттарды жинаушы болған мысал أن يقول لك саған айтуы أحد إخوانك достарыңның бірінің саған былай деп айтуы. Достарың бірі айтты: сәжтәхиду, мен ынталанамын, фи дуруси, дәрістерімде, мен дәрістерімде ынталанамын деп айтты. Сол кезде фатақула лаху, сен оған айтасың, изан дейсің да, изан олай болса, танжаха, сен жеңіске жетесің, сен емтиханнан өтесің деген секілді айтасың. Қарасақ, изан жауап болған жүмленің басында келді. Бірінші шарты осы еді, жүмленің басына келіп тұр. Жауап болған жүмле, өйткені ол ынталанамын деген кезде сен жауап ретінде сен олай болса жеңіске жетесің деп айттың. Екіншіден, бұл жерде фе'л мудари келешекке меңзеп тұр да, сен келешекте жеңіске жетесің деген секілді. Үшіншіден, изан менен танжах деген фе'л мудариктің арасын ештеңе бөліп тұрған жоқ. Сол үшін бұл амал етті деп айтамыз. Бір мысалды жинау керек. 3 шарты да бір жерде жинау керек. ومثال المفصولة بالقسم, біз айттық, изан мен мудариктің арасын ештеңе бөлмеу керек, бірақ қасам бөлсе болады деп айттық. Мафсуладан бөлінген, қасаммен бөлінген нәрсеге мысал, ән тақула, сенің айтуың, изан дейсің, дәл осы нәрсеге, изан валлахи дейсің, валлахи қасам, танжаха, валлахи деген сияқты қасам, изан мен танжахтың ортасына кірсе де, бұл амалын бұзмай деген. ومثال المفصولة بالنداء, нидамен бөлінген. Ән тақулба деп айтуың, изан я Мухаммад, ей Мухаммад олай болса, танжаха дейсің да. Жалпы қасам да ортаға кірсе, немесе нида ортаға кіретін болса, ешқандай амал бұзбай деген. ومثال المفصولة بلا النافية, لا нафия мен бөлінгенге мысал, ән тақулба былай деп айтуың, изан олай болса дейсің, ла яхиба сa'юка, сенің ұмтылысың зая кетпейді. Ла яхиба, зая кетпейді. Сa'юка, сенің ұмтылысың. Қарасақ, изаннан кейін ла келді. Ла келсе де яхиба деген секілді сөздің соңын насып етті дейміз. Өйткені бұл әсер етпейді деп айтамыз. Ау тақул немесе былай деп айтуың, изан дейсің да, изан. Валлахи мина, валлахи қасам кірді. Ла нафия кірді. Екеуі бірден кірсе де әсер етпейді деген. Изан валлахи ла ядхаба амалука, сенің амалың босқа кетпейді деген секілді айтса болады деген. Әмма кайға келсек, бұл үшіншісі, бұл фахарфу мастарин ва наспин және вастиқбалин деп те жазу керекпіз. Бұлардың амалдар бірдей, бәрі бірдей айтылады. Харф, настар, насб, истиқбал деген сияқты. Ва юштарату, шарт етіледі, фин насби биха ден бикай, каймен насб болу үшін. Каймен насб етілуде шарт етіледі. Не нәрсе? Ән тәтәқаддама, алға өтуі. Хәні кайға жібереміз. Кайдың алдына келуі. Ләму ta'ril, ta'ril ләмі кайдың алдына келу керек. Лавзан дейміз, лавзан келу керек. Мына ва юштарату, шарт етіледі. Фин насби биха, каймен насб болуда. Ән тәтәқаддамаха, дәмірді кайға жібереміз. Ән тәтәқаддамаха, ләму ta'ril, ta'ril ләмі кайдың алдына келу керек. Лавзан ден ашық түрде келу керек. Наху қаулихи та'ала, бұза қараңыздар. Ликай ла тәсау, кай келді. Кайдың алдына шарты ләм келу керек та. Ли міне. Ликай деп айтты. Сол үшін де тәсау деп сөздің соңын насып етті дейміз. Негізінде тәсауына болған, насып ретінде ұмытып қалды деп айтады екенбіз. Жалпы кайдың өзі тікелей амал етпей деген да. Амал еткеннің өзінде шарты бар. Амал етеді, бірақ шарты бар деп айтайықшы. Шарты одан алдын ләм келу керек деп айтамыз. Ау тәтәқаддамаха, немесе кайден алдын келу керек. Ләм келу керек, бірақ тақдирон, жасырын. Біз айттық, не лавзон ашық түрде келу керек деп айттық, немесе тақдирон, жасырын түрде келу керек деп айтамыз. Наху қаулихи та'ала, кай ла якуна дула. Қарасақ кай келді. Бірақ кайдың алдында ләм деген өту керектен шарты бар. Ләм қайда десек, ләм жасырын бар деп айтамыз да.
Сонда ликайла деген сияқты Құраннан басқа жерде болса ликайла деген секілді шығарады екенбіз. Бұл сөздің соңы якуна деп насып етіп тұр дейміз да. Файда егер міне лам татақаддамха оның алдына келмесе, лам келмесе, лавзан бір ашық түрде жазылып келмесе, тақдиран немесе тақдири келмесе, кәнен насбу насып болады, би әнмен болады. Мудмаратан жасырын әнмен болады, каймен емес. Кайден кейін жасырын ән бар, сомен болды деп айтамыз. Ва кәнет хия кай. Кайдың өзі болып қалады. Харфа ta'lil харфы болып болады. Жай ғана ta'lil харф болып қалады деген, одан кейін жасырын болған ән бар, сол насып етті деп айтады екенбіз. Хия бері каймасыз? Кайя. Ва кәнет хия. Кайдың өзі харфа ta'lil харфы болып қалады. Ал ta'lil харфы болса насып ете алмайды. Насып етуші бұл жерде жасырын ән бар деп айтамыз. Вәммәл қисму сәни, екінші қысымға келсек, біз жалпы үшке бөлгенбіз. Біріншісі тікелей өздері насып ететіндер, олар төртеу екен, төртеуін өттік. Енді екінші қысым. Вахуаллази, екінші қысым ол янсибул фи'лал мудари'a, фи'л мудари'ты насып етеді. Биваситати әннің дәнекерлігіменен. Бұл әнді мудмаратан, жасырын болған ән. Бa'даху деген бa'да қисми сәри. Осы екінші қысымның адауаттарынан кейін жасырын келеді. Жасырын келуді жауазан, жайыз тұрғыда. Жайыз тұрғыда дегеніміз ашық келуді мүмкін, жасырын келуді мүмкін дейміз да. Ол фахарфун вахидун, бір ғана харф екен. Бір ғана харф бар. Ол да ламу ta'lil. Жалпы ламу ta'lil деген бір харф бар. Одан кейін әннің жасырын келуі жайыз. Жасырын келсе де болады, кей кезде ашық айтылуы да мүмкін. وعبر عنها هذا مرد لام التعليل جبرنزل وعبر عنها المؤلف لام التعليل деген нәрсені айтты. Не деп? بلام الكي деп айтты. لام كي деп айтты. لام كي деп تعبير етті. Не үшін? لاشتراك لام من كي. Хима да соған жібереміз. لام من كي серіктес болғандығы үшін не нәрседе? في الدلالة меңзеуде. Ала ta'lilге меңзеу. Ta'lil деген нәрсеге меңзеуде, екеуі серіктес болғандығы үшін де муаллиф ламу кай дей салды. Кайдың ламы деген сияқты. Екеуі бір-біріне ұқсағандығы үшін. Бірақ негізгі аты ламу ta'lil екен. Ва мисалуха қаулуху та'ала, мысалы Алланың аяты: "Лияғфира лакаллаху ма тақаддама мин замбика ва ма тааххара". Бізге керегі лияғфира деген сөз. Қарасақ, ли келді. Бұл ламу ta'lil бұл. Негізінде яғфиру ет негізінде. Бірақ лам келіп сөздің соңын насып етті. Бұл жерде ләмнің өзі насып етті деп айтпайды екенбіз. Ләмнен кейін жасырын ән бар деп айтамыз. Сонда ли, Құраннан басқа жерде ли ән деген сөз бар да. Ли ән яғфира деп айтамыз. Ва қаулуху джалла шә'нуху, келесі аятта: "Ю'аззибаллаху ал-мунафиқина вал-мунафиқат". Дәл осы нәрсе. Ю'аззибу еді, алдында ли келді, бұл ламу ta'lil. Одан кейін жасырын ән бар дейміз. Жасырын ән келіп, ю'аззиба деп сөздің соңын насып етті деп айтамыз. Вәмма ал-қисму сәлису, үшінші қысымға келсек, вахуаллази, олар янсибул фи'лал мудари'a, фил мударит насып етеді, биваситати әннің дәнекерлігімен. Қандай ән десе? Мудмаратан, жасырын болынған. Уджубан жасырын болады. Уджубан дегеніміз ешқашан ашық келу жайыз емес. Олар фахамсату ахруфин, олар 5 харф. Осы 5 харфтен кейін әннің келуі, жасырын келуі уджуб деп айтамыз. Біріншісі ламул жухуд деген. Ал-аувал, біріншісі ламул жухури. Жалпы ламул жухуд дегені ламул нафи, тыюшы лам. Жухуд бұл тият. Тиған кезде қатты тиятта бұл. Ан-нафи шадид мағынасында. Ал-жах дегеніміз ан-нафи шадид, қатты тыю мағынасында. Ва дабитуха, бұның қағидасы, ләмнің түрлері көп болып кетті қарасақ. Ламу ta'lil деген бар, ламул жухуд деген бар екен. Бұны қалай ажыратамыз енді десе, ва дабитуха, бұның қағидасы бұлай. Ан тусбақа дегені алдын келу керек, озу керек мағынасында. Ан тусбақа, ламул жухудтан алдын келу керек. Бима кана ау лам якун. Жалпы ма кана немесе лам якун деген секілді сөз озып келетін болса,
одан кейін ләм келіп тұрса, біз оны ләмул жухуд деп бірден түсінеміз. Біз ол кезде ләму ta'lil ма деген сияқты күмәнданбайды екенбіз. Атыңыз ғой, ва дамитуха, бұның қағидасы былай. Ан тусбақа, одан алдын озылу керек, жалпы озу керек, одан алдын келу керек. Би мәкән немесе ләм якун деген сөз озу керек дейміз. Фа мисалу ауали, бірінші мысал, біріншісіне мысал, қаулуху та'ала, ма кән Аллаху, қарасақ, ма кән деп келді, шарт осы еді. Ма кән деп келді. Ма кән Аллаху лиязару al-mu'minina ala ma antum alayhi. Сосын лиязару деді. Енді ли бұл жерде ләму ta'lil ма, қайсы деген сияқты күмәнданбаймыз. Күмәнданып тұрсақ, сөздің бас жағына қайтамыз. Сөздің бас жағына қайтсақ, ма кән деген сияқты сөз келген екен. Онда бұған ләмул жухуд дейміз да. Ләмул жухуд, ләм келді, ләмнен кейін жасырын ән бар дейміз. Бірақ жасырын ән мүлде көрінбейді дейміз да. Көрінбеуі уәжіп деп айтамыз. Сонда язаро деп фе'л мудариқтың соңына асып еткен, сол жасырын келген ән екен деп түсінеміз. Сұрақ бар ма осыған қатысты? Арасын айыру немесе ажырату деген нәрсе түсінікті ғой. Арасын ажырату үшін сөздің бас жағына қараймыз, бұл да жеңіл екен бұл. Ма кәна немесе ләм якун деген сөз келу керек дейміз. Ва қаулуху субханаху ва ма кәна Аллаху лиюаззибахум. Қарасақ және де ма кәна деп келді. Одан кейін ли келді. Онда бұны бірден ләмул жухуд деп түсін кете береміз. Ва мисалу сани, екіншісіне мысал, ләм якунге қаулуху жалла зикруху ләм якун міне бірден міне. Ләм якуниллаху лиягфира лахум ва ла лияхдияхум сабила. Қарасақ лиягфира деп келді. Ли бұл жерде қайсы енді ta'lil ма деп тұрмаймыз. Бас жағына қарасақ ләм якун деген сөз бар екен. Ләм якун деген сөз болғандығы үшін бұған ләмул жухуд деп айтып кете береміз да. Вал харфу сани, екінші харф хатта, біз айттық, әннің жасырын келуі уәжіп болған жерде 5 харф бар деп айттық. Соның бірі ләмул жухуд кетті. Екіншісі хатта екен. Әлләти, қандай хатта ол? Хатта бұл туфидул ғайата, ғаяны білдіре тұғын. Жалпы ғаяны білдіретін тұғын дегеніміз би мағна иля деген сөз. Иля мағнасымен болған. Туфиду білдіре тұғын әл-ғайата, ғаяны. Әуі ta'lila немесе ta'lilді. Ta'lil кәй деген сөз. Кәй мағнасын немесе иля мағнасын білдіре тұғын хатта бар екен. Осы хаттадан кейінде ән жасырын келеді дейміз. Жасырын келу уәжіп деп айтамыз. Ва мa'нал ғаяти, ғая деген сөздің мағнасы. Жалпы ғая деген шек деген сөз ғой, шегі деген сөз қазақша. Ғаяның мағнасы ол әнна ма қаблаха, қабла хатта. Хаттадан алдыңғы нәрсе янқади, янқадиден янтахи, бітеді. Хаттадан алдыңғы нәрсе бітеді. Немен? Бихусури, пайда болумен. Бихусури ма бa'даха, бa'да хатта. Хаттадан кейінгі нәрсенің пайда болуыменен хаттадан алдыңғы нәрсе бітеді деп айтамыз. Және бір қодырам. Әнна ма қаблаха, хаттадан алдыңғы нәрсе янқади, бітеді. Немен? Бихусури ма бa'даха, хаттадан кейінгі нәрсенің пайда болуымен дейміз да. Наху қаулихи та'ала хатта ярджи'a илайна Муса. Қараса хатта келді. Хаттадан кейін жасырын ән бар дейміз. Сол келіп ярджи'a деп фе'л мудариқтың соңын насып етті деп түсінеміз. Ва мa'на ta'lil, ta'lil мағынасы қандай енді? Әнна ма қаблаха, хаттадан алдыңғы нәрсе иллатун, илля болады, себеп болады қазақша. Себеп болады неге? Ли хусури ма бa'даха, хаттадан кейінгі нәрсенің пайда болуы үшін. Хаттадан кейінгі нәрсе ортаға шығу үшін, пайда болуы үшін, одан алдыңғы нәрсе себеп болып тұрады екен. Наху қаулика, сенің сөзің секілді, ли бa'ли ихваника, бауырларының кейбіреуін айтқан. Сен бауырларының, достарының кейбіреуіне былай деп айттың. Закир, сабақты оқу дедің да. Закирден сабақты оқу. Музакара жаса мағынасына ғой, енді сабақты оқу деп түсіндіре берейік. Сабақты оқу. Хатта танжаха, жеңіске жетуің үшін дедің. Қарасақ, хатта келді. Хаттадан алдыңғы сөз, қараймыз, алдыңғы сөз хаттадан кейінгі сөзге себеп болу керек. Сен сабағыңды оқу, сол сабақ оқуың себепті жеңіске жетесің деген секілді мағына береміз. Закир, сабағыңды оқу, сабағыңды қайтала. Хатта танжаха, хатта ta'lil мағынасында жеңіске жетуің үшін дейміз да. Хатта келді. Хаттадан кейін фе'л мудариқ келіп тұр.
Онда ортасында жасырын ән бар. Сол ән келіп танжаха деп сөздің соңын насып етті деп түсінеді екенбіз. Вал харфани ас-салису вар-раби'у. Бірінші, екіншісін өттік. Ламул жухуд хатта дедік. Енді 3 пен 4-ге келсек. 3 пен 4-шісі ол фаус сабабия. Біріншісі сабабия фасы. Сосын ваул маия. Сосын маия вау деп айтамыз да. Сабабия фасы бар екен, сосын маия. Бірге болу дегенді білдіретін вау бар екен. Бұл да екеуінен кейінде әннің келуі уәжіп. Мұқаддар ретінде. Бір шарты бар. Бишарти шартпен. Ән яқа'a орын алу деген шартпен. Күллі минхума осы екеуінің әрбірі. Фа сабабия мен ваул маияның екеуінің әрбірі орын алу деген шартпен. Неде орын алу? Фи жауаби нафин. Нафидің жауабында. Бір тыйым деген нәрсе келеді, соның жауабында орын алу керек. Әу талабин, немесе талаптың жауабында орын алу керек деп айтамыз. Әммән нафиу, нафи кесек, фәннаху қаурихи та'ala, мысалға қараңыздар, ла юқда алейхим. Ла нафи көп тұр. Ла юқда алейхим деді. Сосын оның жауабы ретінде фә келді. Сосын фәямуту деп айтты. Негізінде фиғайдыл Құр'ан, Құраннан басқа жерде ямутуна деп айтылу керек. Алайда басына фә келді. Бұл фәға сәбәбия деп айтамыз. Сәбәбия болғандығы үшін одан кейін жасырын ән бар дейміз. Сол жасырын ән келіп, фел мұдарық насып етті. Насып белгісі ретінде ұмытып қалды дейміз. Оның шарты бар еді. Шартыда фәден алдын нафи келу керек. Фә жалпы нафидің жауабында орын алу керек. Қарасақ, ла юқда алейхим деді. Ла бұл жерде нафи болып тұр. Оған жауап ретінде фә келе отыра, сөздің соңын насып етті дейміз. Жасырын ән арқылы. Біз жаңа айтқанбыз, не нафидің жауабында болу керек, немесе талаптың жауабында болу керек деп айттық. Әммә талап деп, талап өзі фәсәмәнияту әшия 8 нәрсе екен. Ол 8-ін қазір бітіре алмаймыз, асықпай өтуіміз керек. Сол үшін 8-ін келесі сабақта қалдырайық. Аллаху алам.